Hello guys, сендермен бірге жүзіңіз, және бүгін біз ағылшын тілін білу арқылы Қазақстанның қай жерінде қалай жұмыс жасай алатынын білетін боламыз. Let's go. Ең алдымен сен халықаралық компанияларда жұмыс жасай аласың. Мысалы, ағылшын тілін білсең, маркетинг, қаржы, менеджмент деген сияқты салаларда жұмыс жасай аласың. Келесі бізде туризм саласы. Сен қонақ үйлерде жұмыс жасай аласың, тур агент, тур оператор немесе шетелден келген қонақтарға экскурсия жасау қызметінде бола аласың. Келесі бізде білім саласы. Сен мектеп, универлерде сабақ бере аласың, ал ондай жақта қаламасаң, сен керісінше жеке мектептерде, курстарда ағылшын тілі пәні мұғалімі бола аласың. Келесі сала бізде IT саласы. Енді өздерің де білетін шығарсыңдар, IT саласында ағылшын тілі ауадай қажет. Сен халықаралық клиенттермен араласу үшін ағылшынша сөйлесесің әрине. Келесі бізде қызмет көрсету саласы. Сен ресторандарда немесе қонақ үй бизнесінде жұмыс жасай аласың. Келесі бізде медиа және журналистика саласы. Ағылшын тілін білуің сенің шетелден келген қонақтардан интервью алуыңа, неше түрлі үлкен статьялар жазуыңа өз септігін тигізеді. Келесі бізде халықаралық қатынастар және дипломатия саласы. Егер сен бұл жерде ағылшын тілін білсең, шетелдік серіктестермен келіссөздер жүргізе аласың, немесе маңызды құжаттармен жұмыс жасай аласың. And last but not the least, сен фриланс саласында жұмыс жасай аласың. Ол аудармашы, жазушы, дизайнер деген сияқты мамандықтар болуы мүмкін. Егер пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Bye!